Еріген судың жиналуы және оны беру кезеңдегі шығын мәселесін шешу қажет. Өйткені бұл біздің ішкі резервіміз. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына арнаған биылғы жолдауында осылай деді. Мемлекет басшысы елімізде алдағы жылдары 20 жаңа су қойманың құрылысы басталатынын және қолданыстағы 15 су қоймасы мен 3500 шақырымдық каналдар жаңғыртылып, цифрландырылуы керектігін жеткізді. Бұл жұмыстар 2027 жылдары аяқталмақ. Ондағы мақсат еліміздегі ағын су мәселесін шешу. Ағын су демекші Сауран ауданы Қарашық ауыл округіне қарасты Құмтүйін ауылының шаруалары тамыз-қыркүйек айларында ағын судан тапшылық көріп отырғандарын айтады. Қазіргі таңда осы Сауран ауданының ішінде Қарашық елді мекені, оның ішінде Құмтүйін ауылында жалпы көлемі 100 гектардай жерді қазір игеріп жатқан жайымыз бар. Жайылым жер одан бөлек. Оның ішінде жалпы 60 гектар биыл мақта егілді. 40 гектардай жоңышқа бар баяғыдан келе жатқан. Басқа жерлерде бар, одан бөлек, бірақ су тапшылығы мәселесі бойынша олар тоқтап тұр. Қазір мынау Арыс Түркістан каналы деген канал бізден өтеді, содан су ішеміз. Ол тура су керек уақытында су тоқтап қалып отыр қазір бізде. Су тапшылығы болып отыр да, жер асты суын пайдаланып жатырық. Жалпы Қарашық ауыл округіне қарасты суармалы егістік жерлер Арыс Түркістан каналынан суарылады. Мұнда қазіргі су деңгейі өте төмен. Басты себеп Қарашық ауыл округіне бөлінген ағын судың лимиті таусылып қалған. Осының салдарынан шаруалар егістік жерлеріне қажетті ағын суды ала алмай отыр. Қостүйіндік Махамбет қожалығы ағын су тапшылығының салдарынан ұңғыма қаздыруға мәжбүр болып отырмыз дейді. Керек кезінде кеше су жоқ, тоқтадық. Bir күнде мысалы скважина жер асты суын пайдалану үшін 50 метрлік құдықтарды мысалы қазып жатыр. Соны мемлекет тарапынан болса, кішкене көмек болса мысалы, ол 55 мың теңгеден қазір метрін қазып жатыр. 50 метр қазады. Табан астында қаздырып жатыр. Амал жоқ. Өйткені ол жерде су жоқ. Ал су шығатын су жердің бетіне жақын жерлерде мысалы 18 метр, 17 метрден шығып жатыр. Ол жерлерге қолғұдық қаздырып жатыр. Осындай проблемалар болып жатыр қазір бізде. Дәл қазір. Өрге свет апарамыз, трансформатор апарамыз. Осының мемлекет тарапынан кішкене құдық қазуға болса да, мысалы, осыдан 5-6 жыл бұрын мемлекет тарапынан ескі құдық болса, соның су шықпай құдық болса, соның ар жағынан восстановление деген программа бойынша тағы да екінші құдықты восстановить етіп береді. Новидан қазып, соны тартып, ол құдықтың өзі қанша көмек болып жатыр. Содан да бір-екеуін қаздырдық. Мысалы, шаруа қожалығымен біреуін қаздырсам, мен қасымдағы шаруа қожалығы тағы біреуін қаздырды. Ал қазіргі таңда сондай көмек жоқ мемлекет тарапынан. Бұл түйінді түйткілмен округ әкімі де хабардар, десек те ол қолдан келер қайран жоқ дейді. Ауыл әкімі жергілікті шаруалардың өтінішімен ағын су тасымалдаушы Тұран су мекемесінің басшыларын арнайы шақыртып, бірнеше жиында өткізіпті. Тіпті ағын су тапшылығы аудандық мәслихат сессиясында да жиі көтеріліп те жүр екен. Мәселе төтесінен қойылғанымен, ағын суға жауапты мекеме суару маусымына бөлінетін лимиттің таусылғанын алға тартқан. Шаруа қожалықтардың өзекті мәселелері бойынша мынау ағын су мәселесі, сосын субсидиялау бойынша бұл бәрін хабарымыз бар. Бұл жайлы мынау маусым айында осы біздің Құмтүйін елді мекенінде мынау Тұран су мекемесі бар, ағын сумен қамтамасыз ететін осы ауданды. Солардың өкілдерін шақырып, осы жердегі шаруалардың басын қосып, сол жерде осы мәселе айтылған. Олардың өкілдері, одан кейін олардың өкілдері сол жерде уәде беріп, 15 күн судың деңгейін бірдей ұстап тұрам деп сондай келіссөз жасап, бір ортақ келісімге келіп, сол кезде бір 15 күн айтқан уәдесінен шықты. Бірақ ол бәрібір біздің шаруа қожалықтарымызға бұл су өздеріңіз білесіздер жеткіліксіз. Өйткені ол маусым айында мынау мақтаның бірінші, екінші суару кезеңі болатын болса, ары қарай үшінші, енді кем дегенде 2 суару керек. Ары қарай үшінші рет суаратын болса, оның өнімі жоғары болады ғой. Бірақ одан басқа бізде және жоңышқамыз бар, басқа да дақылдар бар, су талап ететін. Сосын күздік бидай дейміз, күзгі егістіктер бар, оларға су керек. Сол күзгі егістіктің кезең, су беретін кезеңін алға жылжытып, ол сондай келісіммен мақтаның кезеңіне беріп тұрды. Ары қарай уже күздік кезінде бізде ол проблема болуы мүмкін.
Махамбет шаруа қожалығы биыл 60 гектар мақта алқабына қыруар шығын кетті деп отыр. Шығынның басы шабықпен басталып, суару маусымында тым көбейіп кеткен. Өйткені соңғы бір айда ағын су болмай, мақталықты қожалық жерасты суымен суаруға көшкен. Бұл шығынды екі есеге ұлғайтып жіберіпті. Яғни қожалық жерасты суын шығаратын 4 ұңғыманың электр жарығына күнделікті 60-70 мың теңге жұмсайды екен. Жер асты суын пайдаланған кезде күндігіне мысалы светтің әр киловатт моторына қарай жер асты суын пайдаланып жатырмын. Қазір 3-4 скважина жүріп тұр менде дәл қазір. Бәрін скважинамен суарып жатырмын. Бірінші судың бәрін каналдан, Арыс Түркістан каналынан суарған болатынбыз. Қазіргі таңда жер асты суын пайдаланып жатырмыз. Өйткені бұның киловатын өткенде Сауран ауданының акиматынан адамдар келіп, осы су мәселесімен шамалы жетіспеушілігіне байланысты айқай шу шыққан. Сол кезде жаңағы су мәселесі жетпесе свет мәселесіне көмектесеміз. Светті жаңа арзандатылған түрін пайдаланыңыздар деген. Осы уақытқа дейін мысалы 37 теңгеден төлеп келген светті 41,5 мың қойды қазір. 41,5 теңгеден төлеп отырдық. Мысалы күндігіне бір скважина моторына киловаттына қарай мысалы біреу 25 жақса, біреу 18 мың жақса, біреу 22 мың жағады, біреу 20 мың жағады. Осындай мәселе күндігіне айналып тұрған нәрсе бұл. Қарашық ауылының шаруалары Арыс Түркістан каналындағы ағын су лимитін қайта қарау керек деп есептейді. Яғни олар ағын суды бөлетін кезде әр ауданның суармалы егістік көлемі ескерілуі тиіс дейді. Олай болмаған жағдайда ағын су тапшылығы жылда орын алары сөзсіз. Тұран су мекемесі шаруалардың бұл ұсынысын алдағы көктем мезгілінде ескереміз деп уәде етіпті. Тұран су мекемесі тек қана Сауран ауданы емес, біздің Сауран ауданын емес, ары қарай Бәйдібек, Отырар, Ордабасы аудандарында сумен қамтамасыз етеді, ағын сумен. Бұл жерде 60%-дан астамы біздің Сауран ауданының меншігіне сәйкес келеді, қалғандары уже төмендеу болады. Бірақ бұл жерде шешу үшін мен ойлаймын, мынау ауданның суармалы жер көлемімен басқа ауданның суармалы жер көлемін салыстыру қажет деп ойлаймын. Сол кезде өзін теңдей бөліп беру керек та. Соның жер көлеміне байланысты суды бөлу керек. Сол кезде ғана бұл мәселе шешіледі. Қазір Қарашық округінің шаруалары егістік алқаптарын оңба арқылы суаруға көшкен. Егістік жерлері жақын орналасқан шаруалар екеуара бір оңғыма қаздырып, мәселені шешкендей болыпты. Ал жаңадан қаздырып жатқандары да аз емес. Бірақ олар бір оңғыма қаздырып, электр жарығын тартып, іске қосу үшін кемінде 5-6 миллион теңге шығын кететінін айтады. Саурандық шаруалар биылғы мақта бағасына да қатты алаңдаулы. Олар интернет арқылы Ливерпуль биржасындағы ақ алтын бағасының әзірге 200 теңгенің көлемінде бағаланып тұрғанына қынжылуда. Егер күзге дейін мақта бағасы көтерілмесе, биыл жаппай шығынға ұшыраймыз деп алаңдап отыр. Енді оның ценасы индексін қарап отырып, мысалы 200 мыңның төңірегінде болып тұр қазір. Тоннасы ма? Тоннасы жобасын байқап отырып. Иә, интернеттен қарап отырып жобасын негізі есептеп, ал енді ол ценадан болатын болса, ол кезде шығынның бәрін ешқандай шығындақтамайды. Өйткені бір шабықтың өзіне қазір аз ақша кеткен жоқ. Оның ортасында жаңа селитраны мемлекет тарапынан алдық, жеңілдетілген 5900 теңгеден. Бұның арасында техникалармен істейтіні бар, адам күші бар, жалпы аз ақша кетіп жатқан жоқ. Сондықтан да осы мәселелердің жаңағы мемлекет тарапынан мысалы егілгеннен бастап субсидиясын, жаңағы көгілдір отынның шамалы арзандау болса, мысалы дизель отындарын жаңағы берілген жаңағы мысалы туыры салатын кезде селитра болмайды. Мемлекет тарапынан селитра алу керек, қағазын өткіземіз, күтеміз. Уже салатын кезде басқа жақтан сатып аламыз да, ананың орын жау керек, басқа жаққа жаңағыдай ауыстырып, немесе сатып атқандармен келісіп, солай алып жатырық. Тур уақытында ештеңе істелмей жатыр бізде. Соның кесірінен шамалы артқа кетіп жатқан жағдайымыз бар. Енді бұл мақта деген нәрсені көктемде күзге дейін бетіне қарап отырмыз қазір. Күзде қандай болады сені? Жауын шашын болса, ертең мысалы қазір жауын шашын жоқ. Енді ашуды бастады мақта. Ертең жауын шашын болатын болса, мысалы сортын түсіреді. Сортын түсіреді. Ал енді бір жауын шашын болса, мысалы бірінші сорт емес, екінші сортқа түседі. Екінші сорт емес, үшінші сортқа түседі. Осы нәрсенің бәрін қарастыру керек.